Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бента тортын жасайтын боламыз. Қазіргі таңдағы трендте жүрген. Енді бізге бисквит дайындаймыз. Жұмыртқамызды осылай миксерлейтін боламыз. Шекерімізді аз-аздан салып, аппақ түске енгенше миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқаларымыз осылай ағарды. Енді құрғақ заттарымызды салып, барлығын лопатканың көмегімен астынан жоғары қарай араластыратын боламыз. Қалай болса солай араластыруға болмайды, біздің массамыз отырып қалады. Енді пергаментке жайып алатын боламыз. Алдын ала печкамызды қыздырып аламыз. Крем дайындаймыз. Сразу 2 тортқа жететін крем дайындайтын боламыз. Біздің бисквиттен 2 торт шығатын болады. Бұл жерде творожный сыр мен сахарная пудраны салып араластырып аламыз. Біріншіден, содан соң барып сливки құятын боламыз. Сливкиді сразу құйып жүрсеңіздер, біздің творожный массамыз іртік-іртік болып қалады, біркелкі араласпай. Сол себепті бірінші творожный сырды миксерлейтін боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді бисквиттерімізді 14 сантиметрлік етіп кесіп алатын боламыз. Менде дайын форма болмағандықтан мендегі осы тарелка 14 сантиметр болып шықты. Солай 4 қос шығарып алдым. Айта кететінім, тағы да бұл бисквиттерді әсел пештің противіне пісіріп алдым. Енді кремді осылай жағып шығасыздар да. Начинкасын кез келген начинка қолдансаңыздар болады. Немесе без начинка. Бұл бізде кәдімгі торт қой, соның кішкентай бөлігі, кішкентай етіп жасаған. Мұнда мен шоколад салдым. Арасынан кез келген начинка жарай береді. Өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Маған шоколадпен жасап көрейін дедім. Дәмі өте керемет болып шықты бұның да. Үстіңгі бөлігін қоямыз. Бізде бұл торттар осы 2 корждан ғана тұратын болады. Сыртқы бөлігін черновый обтяжка жасай саламыз. Холодильникке 6 сағатқа қойып қойдым. Келесі тортты да тура солай жасайсыздар. Ал бұндағы начинкаларға мен безе қойдым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Беземен қалай болатынын көрейін дедім. Бұл да өте ерекше болып шықты. Біздің торттарымыз 6 сағаттан өтті. Енді обтяжка жасаймыз. Творожный сырмен сары майымызды, сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Кремді ровно 2-ге бөліп алдым. Бір тортты көк түс ететін боламын. Бента торттарымыз қатты обтяжканы тегістеу етуді қажет етпейді. Бетіне жазу жазсаңыздар да болады. Міне осылай ыдысқа сала саламыз. Екінші тортымызды осылай сәндедім. Не достар, біздің кішкентай торттарымыз дайын. Видео ұнаған болса каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.